Кеше сіздер өзімнің парақшамда сіздер мынандай бір сенсациялық дерекке куә болдыңыздар. Ол Батухан 13 ғасырда Мәскеудің Қытай қалашығы деген территориясында Кремльдің ішіндегі қос мешіт салғандығын, ол мешіт бүгінгі күні біреу Успенский соборы, екіншісі Архангельский соборы деп аталатындығын айтып жеткізіп, сіздерге фотосын бәрін көрсеттім сол кітаптың. Бұл деректерді ағылшынның епископы 1805 жылы жазған. Ол Мәскеуге келген, көрген, Мәскеуді танып, яғни танысып, сол кезде ол сол жерде ол қос шіркеудің бұрын 13 ғасыр кезде яғни Мәскеу татарлардың қолында, яғни түріктердің қолында болған кезде салынған мешіттер екендігін жазады. Сол сәтте көптеген азаматтар Батухан мұсылман болмаған, ол мешіт қажет не деп шықты. Бұл видео, осы видео, сол видеоның екінші бөлімі деп айтса болады. Қазіргі видео тоже сенсациялық. Бұнымен міндетті түрде бөлісіңіздер. Тағы да айтам, бұл видеоны хабар, Қазақстан арнасы немесе ресми тарихшы батылып жетіп айтылмайды. Себебі олар көптеген нәрсеге қарама-қайшы факт ұсынып қояды. Яғни Совет үкіметі кезінде жазылған фактілерге, сонымен қатар ол былай айтқан кезде Ресей тарапының ыңғайсыз нәрселер туғызады бізге деген көзқарасты. Сондықтан да бұл видеоларды, бұндай видеоларды тек қана біз секілді дербес блогерлер ғана жария ете алады. Яғни бізде ешқандай ғылыми атау жоқ, біз тек қана жаңағы литературный кітаптардың бетін көреміз, орта ғасырлық, и соны сіздерге көрсетіп жеткіземіз. Міне бүгін мен сіздерге ұсынылған отырған литература, яғни әдебиет, орта ғасырлық әдебиет 1260-1261 жылдар аралығында жазылған, фарс тілінде жазылған. Оның аты Табакат ан-Насри. Оның авторы Минхадж ад-Дин Жужани. 13 ғасыр жазылған, және айттық жоғарыда. Енді бұл кісінің жаңағы парс жеріндегі қысқартылған аты Қазы Минхадж Сирадж. Әйтпесе аты ұзақ, оны қазір мына видеоның астындағы неге описанияға салады ғой, видеоға сол жерге салып қоямын, сіздер өзіңіз оқып аласыздар. Так, бұл кітапты енді осы заманға лайықтап қайтадан басып шығарған, яғни екінші басылымы 1964 жылы Ауғанстанның тарих қауымдастығының бастамасымен Кабулдағы мемлекеттік баспаханада басылып шыққан екен. Екінші том. Осы екінші томның 589 бетінде Батухан мұсылман болған деп жазылған. Вот міне кітап мұқабасы, көріп алыңыздар. Содан кейін мынау кітаптың ішінде жаңағы мына жерде Батуханның мұсылман болғандығын жазылған. Батухан құпия түрде қабылдаған дейді, и ешкімге білдірмей өзі ұстанып жүрген деп жазады. Сол кезде осы кітапта және жазылады, Батухан дейді, мұсылмандар өте жылы шырай неметкен дейді, қатынаста болған дейді. Одан кейін ол өзінің жаңағы бауыры Тулуйдың ұлы Мөңке ханды, Менгу ханды, яғни Шыңғыс ханның 4-ші жолы Мөңке хан, соны қаған сайлаған кезде Мөңке хан да дейді, мұсылмандарға жылы шырай қарайтын болды дейді. Яғни ол айтқан кезде мұсылман бола тұрып, Батухан тегі солай Мөңке хағанға да влиять еткен, яғни бүкіл империяның қағанына. Мөңке хаған ол 4-ші қаған, Моңғол империясының, яғни Моғол империясының, немесе Тартар империясын деп айтсақ та болады. Кітап бәрін өздеріңіз көрдіңіздер. Енді бұл видеоны жаппай таратыңыздар, кешегі видео секілді бүкілі көрсін. Батухан шынымен мұсылман болған секілді, өйткені мына кітапта жазылып тұр, ол мұсылман болған деп, және құпия қабылдаған деп. Ал оны ешкімге көрсетпеген, бірақ оның ісі, жаңағы Батухан мұсылмандар жасаған ісі, оның қандай діннен ұстанғандығын білдіріп тұр деп айтсақ болады. Енді не айтам, сөз соңында видеоны тағы да айтам, жаппай репост жасаңыздар, бөлісіңіздер, көшіріп алыңыздар. Мен әдейі көшіретін қойғам, желілерге таратыңыздар, халықтың бәрі таныссын.